берілмей жатыр. Ертеде ешкі жыны бөртеде, ертек айтып бермесең ұйықтамайтын еркелер. Сандығымды сиқырлы сендерге арнап ашайын. Сандық толы ертегі шашу еді шашайын. Теледидар төрінде ертегілер елінде, балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер. Тау көтерген толағай жолбарыспен алысқан, көл тауысар қомағай теңізді тауысқан. Желден жүйрі жел аяқ ұшқан құспен жарысқан, құмырсқамен дос болған аң патшасы арыстан. Теледидар төрінде ертегілер елінде, балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер. Әйтеуір келдің ау, мұнда қаңбақшаға қауіптеніп тұр. Тезірек көмектеспесек, оны диюлар жеп қоюы мүмкін. Қалай сонда? Ертегідегі қаңбақшал диюларды алдап соқпайтын бе? Солай ғой, бірақ маған жаңа ғана қаңбақшал келіп кетті. Өзі қапташул екен. Түсінгенім, диюлар оның барлық қулығын біліп қойған. Енді олар қаңбақшалға келе жатқан көрінеді. Ол бәріне мені кінәлап отыр. Бәріне сен кінәлісің. Сенің және басқа заманнан келген достарыңның кесірінен менің ертегімдегі диюлар маған мүлде сенбей қойды. Қулықтарым іске аспай қалды. Енді өз қателігіңді түзетпесең, менің жағдайым мүлде нашар. Оларды самұрық айтып, жандарым көздеріне көрсетпейміз бе? Самұрық диюларды бірақ жұтады ғой. Болмайды, самұрықты араластырмайық. Бақылау бекетінен де өте алмаймыз ғой. Ол жағынан қам жеме, мен көртшіқанмен келісіп қойдым. Ол бізді жер асты жолмен алып өтетін болды. Онда неге тұрмыз? Кеттік сол көртшіқанға. Қарға, бұл туралы ешкімге тіс жарма. Жарайды, қар. Қар. Болатқа не болды екен? Ауырып қалған жоқ па өзі? Иә, сабаққа да келмеді. Телефонда жауап бермейді. Мүмкін ол ертегілер еліне кеткен болар. Қойшы, жалғыз өзіме? Бәрі де мүмкін. Тышқанға хабарлас. Алло, Тышқан. Ол да жауап бермейді. Кеттік онда. Не қып тұрмыз? Қайда? Құмыраға. Әні, анда. Ой, басым. Аяғымды бастың. Әй, бұзықтар, басқа ойнайтын жер таппадыңдар ма? Қане, айтпесе полиция шақыртам.
Енді не істейміз? Амал жоқ, күтеміз. Амал табайықшы. Ол жақта диюлар, жалмауыз кемпір бар ғой. Қойшы, жаман нәрсе айтпашы. Әйтпесе жылаймын. Тек қана жылама. Жылағаннан бір нәрсе шықса, бәріміз қосылып жыламаймыз ба? Түк көрінбейді. Келдіңдер ме? Жүріңдер. Шекара бұзылды. Дабыл қағамыз ба? Сәлеметсіздер ме? Қайткейін. Ол жақтан бал жинауға рұқсат жоқ. Өз ертегіңнің гүлдерінен жина. Кешіріңіздер, мен байқамай қалдым. Тып-тыныш қана отырмайсың ба үйде? Диюларда нең бар ет сол? Хей! Сәлеметсіздер ме, апа, ата? Әзірше аманбыз балам. Ана дәулер қазір келіп те қалар. Содан соң қайтам. Аман қалуымыз қиын. Қорықпаңыздар. Қазір біз Болат екеуміз бір нәрсе ойлап табармыз. Солай емес пе? Иә, бірақ не ойлап табатымызды ойлап басым қатып тұр. Менің барлық қулықтарымды дәулер біліп қойыпты. Оларға бәрін ана түлкі бәле айтып беріпті. Әй, не қып тұрсың? Уақтыр! Иә, әрине. Мен бұл таспанға лақтырсам, аспан айналып жерге түседі-ау деп, жерге қақпай түсірсем, жер ортасынан ойылып түсеме деп қауіптеніп тұрмын. Әй, мені тағы да осы өтіріңе сенет деп тұрсың ба? Мен жердің миын шығараламын, ал сен ше? Түгіп қойған айраныңды ма? Сен мұна жерді теуіп, миын шығаршы көрейік. Мені қарабасты кешіріңдерші. Кешірмейміз. Жетер енді. Бүкіл ертегілер еліне мазақ етіп келгенің. Сенің қулықтарыңның бәрін бізге айтып берген мына түлкіге рахмет. Ах, қу түлкі, сенің ажалың осы дәулерден болады. Ол түлкі басқа ертегіден. Ал біздің түлкіміз мынау. Қалай басқа түлкі? Ертегімізде бірақ түлкі бар емес пе? Мен қарға мен түлкі ертегісіненмін. Ана тышқан мен оның жаңа заманнан келген достарының кесірінен. Мен күнде аш қалып жүрмін. Қарға ірімшігін мойнына жіппен іліп алып, өзі жеп жүр. Менде басқа мал қалмады. Енді біз сені жейміз. Тоқтаңдар, түлкіжан. Кемпірімен қоштасып келейінші. Немесе күн ауа үйге қонаққа келіңдер. Мен қазан көтеріп, ет астырып қояйын демекші. Соны жеп, содан соң тоймасаңдар, мен жеп дегендей. Иә, сөйтсек сөйтейік. Расында, дәл қазір сен біздің жұмырымызға жоқта болмайсың. Құтылдым ау. Міне, осылай. Ал, енді не істейміз? Тышқан, әлгі көріп шыққан досыңды шақыр. Ақылдасатын шаруа бар. Қадірлі қонақтарым менің. Үйдің іші тар болар деп, мен мына жерге дастархан жайдым. Мына көрпеге жайғасыңдар. Қане, төрлетіңдер. Әй, қамбақшал, босат бізді. Саған тиіспейміз, жіберші бізді. Ертегіде дәулерді мен жеңемін. Солай емес пе, балалар? Ал Болатжан, сендерге үлкен рахмет. Мына көршіқандар болмағанда... Жер қазудың нағыз мамандары ғой бұлар.
Ал қаңбақшал бізді тесік тасқа жеткізіп салсын. Күнге батуға таяды. Жарайды. Кемпір шеш байлауымда. Теледидар төрінде ертегілер елінде балаларым сендерде ертегі айтып беріңдер.